Шәкәрім Құдайбердіұлы асқан ақын, жазушы, аудармашы, композитор, ақындыққа баулып тәрбиелеген ұлы Абай оның әйгілі ақын болып қалыптасуына елеулі үлес қосады. 5 жасынан оқып, зейінді зерек Шәкәрім көне түрік, араб, парсы тілдеріне келіп, орыс тілінде де еркін меңгерген. Ең алғашқы өлеңін әкесі Құдайберді қайтыс болғанда айтқаны мына бір тырнақалды өлеңі дәлел. Далада ойнап жүрген жас Шәкәрім өрмелеп бара жатқан бір жұлдыз құртты өлтіріп алады. Аздан соң өзінің сол ісіне, әрі әкесінің өліміне есіне түсіп, жұлдыз құрт атынан айтса керек. Өлтірдің, онан таптың қандай пайда, өмір сүріп жүрушем жазда сайда. Өлімнің қандайлығын көзің көрді, кешегі тірі жүрген әкең қайда. Менің де жетім қалды балаларым, оларда жылайды іздеп аналарын. Өзің жетімді аясаңшы, жоқ екен басыңда ми саналарың. Осыны естіген Шәкәрімнің әжелері енді өлең шығарма деп тыйым салыпты. Шәкәрімнің өзіне үлгі тұтып өскен ұлы Абайдан тыс 3 бұлақ бастауы бар. Алғашқысы қазақтың тол әдебиетінің ықпалы, екіншісі шығыс әдебиеті. Осы бағытта Физулидің, Ләйлі Мәжнүннің қазақшаға аударды. Үшіншісі орыс әдебиеті. Пушкиннің Дубровский повесть мен Буранын қазақ тіліне аударса, Толстойдың әңгімелерін де қазақша сөйлетті. 3. Анық 40 жыл ізденген Шәкәрімнің түйіп жазған еңбегі Қалқаман мамыр 1912 жылы Семейде баспадан жарық көрген. Нақты жазылған уақыты белгісіз. Еңлік кебек дастаны да 1912 жылы жарық көреді. Ғибраты мол, Еңлік кебектің тағдыры оқиғаға бай, драмаға толы, жанды тұлғалары нақты дараланған. 2 поэманың да көлемі шағын. Еңлік кебек небәрі 652 жол, Қалқаман мамыр екеседей кем 372 жол. Бірақ осы шағын көлемге романдық материал толығымен сыйған. Нартайлақ Айсұлу поэмасы ескі қазақ тұрмысынан алынған махаббат драмасы. Шәкәрімнің өлеңдері жастарға қазақ, талап пен ақыл, өмір, қобызым неге сарнайды, адамшылық, адам немене, қош жұртым, ақылшы торғай, піскен мен шикі, шыннан өзге құдай жоқ, қазақтың жаманы болмас. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні ретінде Шәкәрім Құдайбердіұлының болашаққа бастау болар жастарға қалдырған өсиетнама мұрасын жастарға жырымен аяқтасам деймін. Жастарға: кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, арам, айла, сорлықсыз мал табалық, өшпес өмір таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық, сақ болалық, бір шоқып бір қаралық, қарауылдар мезгіл ғой тұрғаралық, 100 болған мен өзгенің бәрін надан, шалыналық Абайға жыр баралық.